Мұхтар Әуезов қазақ әдебиетінің ең танымал классигі. Оның Абай жолы романы қазақ әдебиетін ғана емес, кеңес әдебиетінде де танымал. Бірақ жазушының өмірі жеңіл болған жоқ. Ол 1929 жылы тұтқындалды. 1937 жылы бұлттар қайтадан қалыңдаған сайын сондай жағдайға жетті. Егер Қазақстан Мәскеуге кетпесе, бастысы Ильяс Жансүгіров пен Сәкен Сейфуллин тағдырын қайталамас па еді, кім біледі. Мұхтар Әуезов өзінің ата-бабаларымен мақтанар алар еді. Олардың арасында Бердіқожа көрнекті адам, бүкіл ұрпақтың рухани тәлімгері болды. Ол арқылы Әуезов руы Қожа Ахмет Яссауидің шөбересі Бақшайым Ходжамен байланысты болды. Бүгінгі таңда мұны ашық мақтан тұтуға болады. Ал ескі күндерде мұндай отбасылық байланыстар үшін бостандыққа төлеуге болды. Сондықтан да ресми құжаттарда Әуезов ата-бабалардың арасында Омарханның әкесі мен Әуезовтің атасы ғана айтылған. Алайда Әуезов руының тағы бір керемет туысы болған Нұрғаным, Абайдың әкесі Құнанбайдың әйелдерінің бірі Әуезовтің туған қарындасы болған. Мұхтар туған кезде Абай ағасының немересі құрметінде тойға қатысқан. Әуезов пен Абайдың жиені Шәкәрімді білмедім. Ол ерте жетім қалып ақынның үйінде тәрбиеленген. Сондықтан болашақ жазушының ортасы оның әдебиетке деген қызығушылығына ықпал етті. Семей жері ұлы жазушыларының нағыз ұясына айналды. Бүгінде олардың ортақ отанында Әуезовтің Бөрілдегі музей үйінде, Абай Шәкәрім кесенелік кешенінде, Абайдың мұражай үйінде біріктіретін Жидебай Бөрілі тарихи әдеби қоры құрылды. Әуезовтің мұражай үйіне басқа да ата-анасы жерленген кесенесі де бар. Атасы Әуезов немересінің тәрбиесімен көп айналысқан. Ол оған араб сауатын үйреткен. Бала Абайдың өлеңдерін бір-бірлеп жаттап алған. Атасы қатал мұғалім болған, ал бала таңертең кешке дейін біліммен айналысқан. Мұхтар ерте жетім қалды. Әкесі Омархан 3 жасында қайтыс болды. Бұл 1900 жылы еді. Анасы Нұржамал, ал ол 1912 жылы жоғалды. Мұхтардың әкесі қайтыс болғаннан кейін оның ағасы Қасымбек тәрбиеге алды. Ол өзінің жиенін 1907 жылы ағасы Ахмет тұрған Семейге оқуға жібереді. Мұхтар алдымен медресеге, содан кейін 5 сыныптық орыс мектебіне түсті. Еркін далада алдымен қалада қызықс болды, бірақ содан кейін ол үйренді. Оқу оңай болды, бірақ ол футбол ойнады. Осы ойынның басында қазақ даласында ойнауға атсалысты. Мұхтар жартылай қорғаушы болған Ярыш командасында болды. 1915 жылы училищені бітірді, бірақ әрі қарай оқысы келді және мұғалімдер семинариясына түсті. Көптеген болашақ тамаша қазақтар осы арқылы өтті. Сонымен қатар ескі әлем құлады. Алдымен соғыс басталды, содан кейін 1917 жылы келе бастады. Мұхтар саясат туралы әлі аз ойлады. Биыл үйленді, дәлірек айтсақ, ол 15 жасар сұлу Райхан еді. Отбасында 2 бала дүниеге келді. Олар бірге 3 жыл өмір сүрді, бірақ мұғалиманың қызы әкесінің үйінде тәрбиеленді. Ол әңгімелер, пьесалар жазды. 1917 жылы Абайдың әйелі Әйгерімнің киіз үйінде Мұхтар Әуезовтің еңлік кебек атты алғашқы пьесасы қойылды. Үй қойылымында Абайдың немерелері мен басқа да туыстары ойнады. Содан бері оны 100 жыл бойы Қазақстанның үздік актерлары ойнап келеді. 1919 жылы мұғалімдер семинариясын бітіріп, ол кезде Семейдің кеңес өкіметі орнады. Әуезов партия қатарына қосылып, саясатпен бірнеше жыл белсенді айналысты. Жақсы еңбек етіп үлгерді. Семей губерниясының атқару комитетінің төрағасы және орынборда Казцирк басшысы болды. Бірақ 1922 жылы Әуезовтің партиядан шығарып тастағаны таңқаларлық жайт. КСРО-дағы ең танымал қазақ жазушысы бұдай бұлай ешқашан коммунист болған емес. Ол тәртіпті бұзғаны үшін партбилеттен төледі. Ол ешкімді хабардар етпей Ташкентке университетке оқуға кетті. Рас, ол филфакқа түскісі келді. Бірақ ол жерде қажетті факультет болмады. Бірақ Мұхтар Мағжан Жұмабаев және Халел Досмағамбетовпен танысады. Олар бірге қырғыз, қазақ дүние фольклорын зерттеу үшін экспедицияға аттанды. Ол Манасты бірінші рет естігеннен таң қалды. Бұдан былай, бұл қырғыз эпосы Әуезовтің қатты қызықтарын болатын. 1 жылдан кейін Ленинград университетінің филология бөліміне түседі.
Содан кейін Ленинградта тамаша әдебиет танушылар жұмыс істейді. Ол орыс және әлемдік әдебиеттің қызығушылығын оқиды. Ал жазда отанына барып, ақындардың әндерін жинайды. Сол кезде ол болашақ халық жауы Ильяс Жансүгіровпен өмір бойы дос болады. Досы қайтыс болғаннан кейін Әуезов оның отбасы үшін тірек алады. Ленинградта ол Валентина Николаевна Кузьминаға үйленеді. Ол өмірінің соңына дейін бірге жүрді, бірақ олардың жолында көптеген қиындықтар болды. Ол оған 2 ұл мен қызы Лейла туады. Онымен бірге өмірінің соңына дейін бірге болған. Содан кейін Валентина Николаевна Әуезов мұражайын құру кезінде осы үйдің атмосферасын қалпына келтірді. Лейла осы мұражайдың директоры болды. 20 жылдары Мұхтар Омарханұлы көп жылдары және табысты жұмыс істеп келді. Ол энциклопедия керемет қазақтар туралы мақалалар жазды. Ол халқын ауыз, халық шығармашылығымен кәсіби түрде айналысты. Әңгімелер мен повестер жазды. Олардың арасында Лихая, Година, Асудағы атыс, сұр. Университеттен кейін Әуезов Ташкенттегі аспирантураға түседі. 1929 жылы үлкен қызы Лейла дүниеге келді. Ол Манас эпосы туралы диссертация жазды. Содан кейін ол өзінің ұлы туысы Абай туралы материалдар мен естеліктер жинай бастайды. Бірақ 1929 жылдың 1 қазанына қараған түні Әуезов тұтқындалып күзетпен Алматыға жіберіледі. Ол қазақ ұлтшыларының ұйымына жататындығы үшін айыпталды. Бүгін сіз тұтқындауға не себеп болғанын болжай аласыз. Мүмкін Жансүгіров пен Жұмабаев немесе пролетарлық емес шежіремен таныс шығармыз. Тіпті оның Манасты зерттеуге жұмысы ұлтшылдыққа күдік тудырды. Алайда 2,5 жылдан кейін Мұхтар Омарханұлы бостандыққа шықты. Бірақ бұл үшін ол жоқ күнәларын көпшілік алдында өкінуге мәжбүр болды. Мұхтар Әуезовтің мәлімдесі басылып шықты. Онда жазушы революцияны жырламайтын өз шығармаларында да қате деп таныды. Ол бостандықты, бірақ өмір баянында осындай дақпен жұмыс істеу қиын. Рас, қазақ драма театрында аз ғана мөлшерлеме бар. Ол институтта сабақ бере бастайды. Бірақ уақыт адалдықтың көрсетеді және тіпті қазан айында пьесасы жазылады. Ильяс Жансүгіровтің кеңесі бойынша Абай шығармаларымен шындап айналыса бастайды. Алдымен ол өзінің ұлы туысының өлеңдерін жинағын шығарады. 1937 жылы қарай Әуезов Қазақстанның ең танымал жазушысы. Бірақ билік үшін ең күдікті. Қуғын-сүргін машинасы қарқында болуда және ең алдымен қудалауға ұшырағандардың назар аударуда. Оның кітаптары кітапханаларда алынды. Ал жазушының өз жұмыстан шығарылды. Алматыда Жансүгіров та, Жұмабаев та тұтқындалып атылды. Мұхтар Омарханұлы өз достарын тағдырына тез арада республикадан кетіп, Мәскеуге көшуінің арқасында құтылды. Онда биліктің жақсы бақылауында болған жазушы Леонид Соболевпен бірге олар Абай трагедиясын, қазақ халқының эпосы мен фольклорын ғылыми зерттеуін жазады. Қазақ халқының әндері жинағы шығарылды. 1939 жылы жазушыға қағаз бетінде бала үйге асықты деген жолдар шығарылды. 1939 жылы жазылған осы сөздермен Абай романы басталды. 1941 жылы жазушы Қазақстанға оралды. Ол өзінің романын жазуда жалғастыруда, дегенмен әлі күнге дейін әдебиеттегі шенеуліктер мен тақырыбына сенімсіздікпен құрайды. 1942 жылы романның 1 томы жарық көрді. Бірден Ахмет Жұбанов Абай операсын жазғысы келді. Әуезов оған сценарий жазды. Операға да бірден рұқсат етілмеді, бірақ 1944 жылдың соңында ол сахналанды және сәтті болды. Романды экрандау идеясы бірден пайда болды, бірақ фильмді түсіру үшін Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің шешімі аз емес еді. Алайда 1945 жылдың қыркүйегінде оның премьерасы өтті. Бірақ Абай романына оралайық. Мәскеу билігі қазақстандық жазушының кітабында ықыласты болды. Оны көп таралыммен жарияланып қана қоймай, авторды еңбек қызыл ту орденімен марапаттайды. Әуезов диссертация қорғайды. Филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі болды. 1947 жылы Абай 2 кітабын қазақ тілінде, 1948 жылы 2 кітап орыс тілінде жарық көрді.
1949 жылы роман бірінші дәрежелік сталиндік сыйлыққа ие болды, ал құрмет белгісі орденінің авторы өмір жақсарған сияқты. Балалар өсті, Қызыл Илік ММУ-ға түсті, әкелер мен ұлдары қуанты. Эльнар болашақ тамаша биолог, Мұрат 70-ші жылдардың Қазақстанның зияткерлік өмірінің ең жарқын тұлғаларымен бірі болды. Бірақ 1947 жылы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің КСР-ға тіл және әдебиет институтының жұмысындағы өрескел саяси қателіктері туралы қаулысы шығады. 1952 жылы Правда беттерінде ол тағы да ұлтшылдыққа айыпталды. Правда мақаласы келесі күні Казахстанская Правда қайта басып шығарылды. Әуезов академиясын шығарылды, театрдан оның пьесалар ойнауға тыйым салынды. Ол 1954 жылы Абай жолы романы эпопеясын бітіріп, Мәскеуде қашады. Осы уақытқа басқа уақыттар келіп, жазушы еш қорбай Алматыға оралды. Онда ол барлық лауазымды қалпына келтірді. Бірден оны ұлы Мұрат Әуезовтың әкесі бақытты ма деп сұрады. Ол екі өлшем бар. Бір өлшем тұрмыстық өлшем, осыған байланысты оның өмірі өте қиын болды. Ол тыныш өмірде сүрді. Тек соңғы 4 жылы 1957 жылдан бастап Абай жолы романы үшін Лендік сыйлыққа ие болды. Бұған кейін қанша ауыр сынақтар болды. Оның өмірі мен бостандыққа шашқа қанша рет ұлы тұрды. Бірақ екінші жағынан ол бірегей жазушы ретінде толықтай іске асырылды. Осыған байланысты оны бақытты адам деп айтуға болады. Оны өз халқына жақсы көрді. Ол үлкен әлемдік әдеби әлемде танымал. Мұхтар Әуезов небәрі 64 жасында өмірден өтті. 1961 жылы Мәскеуге операция барды. Асқазан ісік операция үстелінде қайтыс болды. Мүмкін жүрегі шыдай алды ма? Әуезовтің қазақ әдебиетінің танымал классик ретінде құрметтейді. Оның Алматыдағы үйіндегі 1963 жылы мұражай ашылған. Жазушының кітаптары көптеген тілдер жарық көрді. Ол пьесалар театрларда өтеді. 1940 жылы қазақ қызының тағдыры туралы Райхан фильм жарық көрді. Ол қазақ қызының тағдыры көнгісі келмей және өз жолында таңдайды. Оқуға кетті, зоотехник болды. 1967 жылы Қараш асудағы артист кітабының емделуі, ал 1973 жылы Қатал картинасын жасады.